Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар? Біз бүгін бір мықты, керемет бір тақырыпты қозғағымыз келіп отыр. Қазақстанымызда, елімізде білесіздер, өте қиын жағдайлар орын алды. Бұған қарамай, осындай мүмкіндіктерді неге адамдар көрмеске деген принцип қойып отырмыз. Біз Мыңбатыр даму орталығы. Мен Мыңбатыр даму орталығы негізін қалаушы Азамат Серікұлы. Осы Мыңбатырға кіріп тұрған барша мүмкіндіктерді ашып тұрып көрсеткім келеді. Біз тек қана тендер емес, барша мемлекеттің беріп тұрған мүмкіндіктерін бәрін ашудамыз. Оның ішіндегі негізгі, өте маңызды деген тақырып госреестр. Госреестр дегеніміз не? Оны бізде қонақта келген Дәулет мырза, Дәулет Қанатұлы жауап беретін болады. Дәулет, қош келдің. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жалпы бұл госреестр деген не? Бұған қалай кіруге болады өзі? Вообще госреестр негізгі мағынасы. Госреестрді адамдар не үшін білу керек? Өйткені біз қаншама беріп тұрған мемлекеттің мүмкіндіктерін көрмей жатамыз. Осы госреестрді қалай түсінуге болады? Дұрыстап бір жауап берсең. Госреестр бұл аукцион порталы. Бұл жерде мемлекеттің тарапында болған заттар аукцион арқылы сатылады. Жай адамдарға, біз, сіз сияқты. Бұған ешқандай ИП, ТО-ның керек емес. Мен өз атымнан кіріп қатыса аламын. Және бұл жерде тауарлар, жаңағы мемлекеттің қарамағында болған списание шыққан тауарлар шығады. Және де арестқа тұрып қалған, налогын төлемеген, кредитін төлей алмай қалған азаматтардың мүліктері. Судебниктардың да? Бұл мемлекеттің списание, конфисковать етілген бүкіл дүниелері осы портал арқылы жарияланып халыққа сатылады. Дәл солай. Оны кез келген адам кіріп алады ғой? Кез келген адам кіре алады. Мемлекет өзі оценкасын жасайды сол тауарға. Сіздер сол тауарларды өзіңіздің баға арқылы, аукцион арқылы сатып аласыз. Бұл енді қандай порталдар енді? Бұл жерге сілтемесін қойып кетеді. Бұл қандай порталдар? Негізгі 3 портал. Бұл госреестр, ЕТП әділет және Е-сауда. Оның айырмашылықтары. 3 портал не үшін, неге, қандай айырмашылығы бар дегендей? Бұл жерде айтып кететін болсақ, госреестр порталы бұл жерде мемлекеттің списание шыққан тауарлары. Ал ЕТП әділет дегеніміз бұл жаңа сот орындаушылар деп айттық қой. Осы кісілердің тауарлар шығатын болады. Және үшіншісі Е-сауда бұл мемлекеттік емес организация, яғни АО, ТО-лардың мүліктері, списание шыққан мүліктері шығады. Ол жерде списание шыққан дегенде, мысалы, былай түсіндіруге болады. Больницаның скорый помощь машинасы списание шықса, сол жерден алып мен сатып аламын да? Сіз оны сатып аласыз, және өзіңіз қолданасыз ба, оны жөндеп сатып жібересіз ба, өзіңіздің кез келген. Ол жерде тек қана машина емес, тағы қандай тауардың түрлері болуы мүмкін, немесе жер, үй деген нәрселер бар ма? Бұл жерде қараңыз, ең бірінші болатын бұл квартира, жер, үй, автокөлік, негізгілер біздің көзімізге келетін нәрселер. Және тағы да басқа киім-кешек, продукт питания барлығы бар. Мысалға айтып кететін болсақ, бұл жерде бір мысалға дүкен жаңағы банкрот болып қалды. Ішіндегі барлық тауарлары оценка шығарылады, осы аукциондарға қойылады. И сол арқылы біз қатысып сатып аламыз. Ол жерде аукциондар қалай ойнатылады? Аукцион негізгі 2 түрі бар. На повышение цены и на понижение цены. Осы 2 түрде. Төмен баға береді, жоғарылатып жарысады. Оны сізбен біз жаңағы мысалы кірген адамдар жоғарылатып баға бере алады, нарықтан сәйкес. Немесе төмен түсіп бере алады. Дәл солай. Және тағы бір түрі бұл тендерда сияқты запросына приложение түрі де бар. Бұл жерде мысалы сондарда бір кішкентай жерлер тұрады ғой, жаңағы буфеттер, кішкентай. Мен тағы естіген, мысалы түрменің енді бұл жақындарда бір столовый ойнатылыпты да? Оны да сонымен алып алу. Барлық мемлекеттік организациялар буфеттері, столовыйлары осы арендаға беріледі. Мен ай сайын арендасын төлеп отырамын да, өзімнің продуктым сол жерде столовыйда сата аламын. Керемет. Одан бөлек таможнядағы конфисковать еткен дүниелер таба аламыз сол жерде? Дәл солай. Заңсыз таможнядан, мысалы Қазақстанға өткен тауарлар, автокөліктер, контрабандалар, контрабанда арқылы ұсталған тауарлар барлығы ол үкіметтің тарапынан өтіп кеткендіктен үкімет оны қолданбайды, осы порталға шығарып сатады. Яғни бұл жердегі біз посредникпіз ғой, мен мысалы кіретін болсам, мен посредник болып кірем, өзім нарықтан төменгі бағамен ұтып алатын жағдайда мен оны сата аламын нарыққа. Дәл солай. Соңғы енді БМВ ана жылы көрсетіпсің, БМВ. Мысалы нарықтағы бағасы қанша болды? Нарықтағы 3,5 миллион болды. 3,5 миллион. Сен ұтып алған баға? 1,5 миллионға ұтып алдық. 1,5 миллион. Және тағы бір айтып кететін жағдай, ол иесі Шымкент қаласында да, сот орындаушы Шымкент қаласынан. Мен өзім барып келуіме де болады.
басқа қалаға. Не болмаса, сол қалада таныстарым болса, доверенность арқылы сол жақтан жасатып. Жоқ, қара, мысалы машина тұр. Оны мен отпас бұрын барып көре алам ба? Әлде тупо қатыса салам ба? Міндетті түрде алдын ала машина қандай состояниеде екенін қатысуға бола ма, или өзіңіз ұнай ма, ұнамай ма, барлығын көріп. Состояниесін көріп, одан соған лайықты баға бере аламын, иә мен? Дәл солай. Өзіңіз оценкасын шығарып аласыз. Мен осы жеріне вложение осындай кетеді. Мына жерін жөндеуім керек деген. Өзіңіз оценкасын шығарып аласыз өзіңіз үшін. Яғни мемлекет шығарған нәрсені мен алдын ала көріп, соған нарықтан лайықты баға беріп ұтып аламын да? Дәл солай. Біз оны 1,5 миллион ұтық деп айттым ғой. Мысалы, нарықтан біз 60%-ға төмен бағада бұл жерде ұтып. Ол 50-60%-ға дейін ұту мүмкіндігі бар ма сонда? Әрине, бар. Сонда ол вложение саласың ба или салмайсың? Машинаға ремонт бір жұмыстар керек пе? Біз ұтқан машинаның жаңа салонына ремонт керек болды. Салон дегенде не істеу керек? Салонда жаңағы сиденье отыратын. 2003 жылғы BMW-ді. Салонына, енді өзім есептеп тұрмын, бір 300-400 мыңның вложениесі керек. 500 деп алайық. 500 мың. 2003 жылғы BMW семерка. 745. 743 ли деген. Енді қара, 2 миллион өзіндік шығын шығып тұр. Нарықта 3 миллионға сатсаң да үстінен таза 1 миллион көріп тұрсың. Жұмыс қанша уақыт атқарылады? Мысалы, отқан күннен бастап алған күнге дейін өзіңнің қалаңа алып келген күнге дейін, немесе өзің сатқан деңгейге дейін қанша уақыт керек? Осы уақытқа дейін мен бірден отқаннан кейін сот орындаушымен бірден сөйлесіп отырдым. Сот орындаушы мен отқан кез дәл жаңа жыл уақыты болды да. Бір апта қалдырайық, бір аптадан кейін келесің деп маған айтқан болатын. 2-3 күннің ішінде атыңа толықтай шығарып беремін деп айтты. Бірақ тағы да еліміздегі осы мәселелерге байланысты тағы біраз уақытқа созылайын деп тұр. Жоқ, негізгі былай уақытта қанша енді орта есеппен бір апта 10. Сіз бірден ұтып алған жағдайда бірден 10 күннің ішінде сіз толықтай атыңызға шығарып алуыңызға болады. Тіпті одан ертерек сіз ақша салуыңызға байланысты. Ал егер ақша болмаған жағдайда сіз бір айға соза аласыз. Мысалы, бүгін ұтып алдым ба, бір айдың ішінде мен толық ақшасын төлеп сатып алуым керекпін. Сол жаңағы 1,5 миллион ұтып алдым, сол 1,5 миллионды салу керек. Салуымыз керек. Енді қара. Мысалы, ол 5 миллионға шығып тұр дейік. Мына төмендетуге. Мен қанша салу керекпін 5 миллионға шығып тұрса? Үш порталдың өзінің гарантийный взностары бар. Мысалы, Госреестр порталы 10-15%-ке дейін гарантийный взнос алады. Ал ЕТП Әділет порталы мысалы 3%-ке алады. Сонда өзінің проценттері бар. Сол гарантийный взнос төлейміз. Сол арқылы сол аукционға қатысамыз. Егер ұтылып қалған жағдайда ол гарантийный взнос бірден қайтып келеді бізге. Ал ұтып алған жағдайда төлемнің жартысы процент ретінде ұстап қалады. Енді қара, тек қана ақшасы барлар ғана айналысады деген сөз емес шығар бұл жерде? Жоқ, кез келген түрде тауарлар бар. 100 мыңнан басталады, 50 мың. Планшеттер дейді, списанияға шыққан планшеттер немесе конфисковать еткен планшеттерді алуға болады. Планшет, ұялы телефон, жаңағы Samsung, iPhone барлығы бұл порталда. Киім-кешек. Яғни өзің баға айырмашылығын түсініп, арасындағы айырмашылықты ары қаратай шығара алсаң болды ғой. Дәл солай. Өте керемет. Енді бастапқыда қандай кедергілер болуы мүмкін? Адам баласына енді біледі ғой, бізде қазір көбінесе проблема жағын бірінші көреді ғой. Негізгі деген проблема болады ау деген неден болуы мүмкін? Ең қорқатын адамдардың бұл документация мәселесі. Арестта тұрған тауарларды ертең шығара алмай қаламыз ба? Документациясы осындай екен деген. Жоқ, барлығы қарапайым тілде, егер сіз түсіне алатын болсаңыз, көре алатын болсаңыз, айналысуға болатын порталдар. Енді бұл жерде шынымен де бір көкөз, связь, тағы бірдеңелер керек емес қой? Жоқ, барлығы ашық түрде аукцион көз алдыңызда өтетін болады. Біз тендерда да сол жоқ десең де, біз көп адамдардың негізгі стереотипі сол ғой. Міндетті түрде біреу арқылы шешу керек деп ойлаймыз. Осы кезде мен мынаны айтқым келеді, қаржы мен құжатқа сауатты болған адам ақшасы жүру мүмкін емес, өзінің ақшасын еселемеу мүмкін емес деп әр кезде айтып жүрмін. Өйткені расымен де құжатты өзімде танымадым. Бір құжатты оқысам, не үшін екенін мен білмейтін ана құжаттың не үшін қажет екенін. Қазір Аллаға шүкір, осы соңғы 5-6 жыл зерттеу, ізденіс, инвестиция өзіңе салудың арқасында құжаттардың не үшін екенін түсініп алдым. Осыны түсіну үшін өзіңе осы салада маман болу үшін примерно қанша уақыт керек деп ойлайсың? Басқа адамдарға мысалы біреу айналысқысы келеді, қанша уақытта бұл жерден аукционнан өзінің шаруашылығын істей алады? Бірден қатысып кететін болсаңыз, машинаны зерттеп, барлығын бірден қатысып кетуге. Мысалы, бір порталға 10-15 күн уақыт мысалға толықтай кірісетін болсаңыз, вникать етсеңіз, толықтай үйреніп аласыз. Бұл жерде қарап отырсаң, енді дайын клиенттер тауып, солардың да арасында посредник болып қызмет етіп кетуге болады, иә? Дәл солай. Инвесторлар тауып,
үлкен жобаларға алып кетуге болады. Енді жер үй мәселесіне келсек, енді шынымен де қазір екінің біріне жер мен үй керек қой. Дәл солай. Осы кезде үйді қалай аламыз енді? Арзан бағада, нарықтан төмен бағада үй алғың келеді мысалы. Осы портал арқылы мен ана жол үй емес, енді мен дос балаларым осы нәрсені айтқан кезде, енді біз жақта КАМАЗ темасы жүріп отқаннан кейін КАМАЗдар да болады екен. Техникалар, ішінде портал ішіне кіретін болсаңыз, ішіне бөлінеді. Техникалар, үй, машина, продукт питания деп ішіне бөлінеді өздері. Мысалы, үй мәселесіне келетін болсақ, Астана қаласында 2 бөлмелі пәтер 18 миллион негізі тұрады нарықта. Нарықта. Осы портал арқылы мен өзімнің көзімше ойнатылған аукцион 11 миллион 500 мың теңгеге сатып алды. Ол қай районда Астана? Сарыарқа районында. Кіршамен өзім салыстырдым. 2 комнаталы үй, 2 бөлмелі. 18 миллион тұрады. 74 метр квадрат. Қазір одан да қымбат десе де болады. Енді 81-ден жылы салынған үйлер екен. Бұрынғы ескі үйлер. Ескі үйлер. 18 миллион. Бірақ ұтып алған баға 11 миллион. Керемет. Енді сатсаң, енді 15 миллионға сатсаң, емін еркін ары кетсе 2 ай процесс жүрді деген өзінде үстінде 4 миллион қалса, бұл керемет қой. Дәл солай. Кез келген осындай шығарып тұрған нәрсенің барлығына қатыса аласың ба, әлде шектеу бар ма, бір арнайы, мысалы машинамен ғана, товармен ғана, жермен ғана деген? Жоқ, ешқандай шектеулер жоқ бұл порталда. Өзің білесің. Бұл жерде айттым ғой, Госреестр порталы бойынша именно аукционның 4 түрі бар. Жаңа 4-ші түрі бұл тек қана мемлекетке маңыздылығы бар тоғалар қатысатын пункт бар. Біз соған ғана қатыса алмаймыз, бірақ бұларға көп ешкім қатыспайды да. Бұл ең бірінші мемлекет үшін шығады, содан кейін барып қайтадан бізге шығады. Енді ИП, ТО керек емес деп жатсың. Жеке тұлғамен қатыса бересің. Иә, дәл солай. Бұл жерде 3 түрде тіркелеміз осы порталға. 3 түрде. Физлицо ретінде, ИП ретінде және ТО ретінде. 3 түрлі тіркеу болады. Біз барлығымыз қазір физлицо ретінде тіркеліп жатырмыз. Ешқандай налог жоқ, қарапайым түрде физлицо. Кез келген адам кіретті, өзіңкін алып сата бере алады. Дәл солай. Енді бұл мемлекеттің беріп тұрған тағы бір мүмкіндігі деп ойлаймын. Өйткені бізде осыған ұқсас тағы да 5-6 жоба кіргізіп жатырмыз. Бұл Мыңбатыр даму орталығы осы нәрселерді үйреніп, бір жерде практика жасайтын жер. Соны практикада қорытатын жер. Өйткені қазір мүмкіндік көп, соны нағыз практикада жасайтын орталық жоқ. Сол үшін енді Дәулет мырза осы Госреестр порталын үйретіп, халыққа таныстырып, енді жеткізіп жатқаныңа үлкен алғыс. Өйткені осындай нәрсені өзің жас болсаң да бас болып көрсеткенің керек. Өзің негізгі жасың нешеде? Жасым 99 жылғымын, 23-ке толамын осы жас кезінде. Жақсы, керемет. Енді 23-те осындай порталды меңгеріп, және сонымен жұмыс жасай алудың өзі үлкен өнер. Өйткені қазір қаншама жастарың не істерін білмей жүр. Енді университет бітірген кездерің ғой. Университет бітіріңдер, мысалы, не істерін білмей жүреді. 2 дипломмен біреуге жұмыс істеп, немесе стройкада жұмыс істеп, болмайтын айлыққа жабысып жүреді. Енді осы жұмыстан шықпай-ақ дополнительный табыс ретінде де алуға болатынына көзім жетіп тұр. Дәл солай. Істеуге бола ма? Иә, болады. Өзінің жұмысына қарасты, мынау бір жағына негізгі табыс, иә? Бұған бір кіріп кететін жер емес бұл. Бұл жерде өзіңіз ұнайтын фильтр жасап аласыз. Міне осыған қатысуым болады деген машиналарды таңдап аласыз да барып көресіз. Болды, қатыса бересіз. Ешқандай шектеу жоқ. Нағыз енді біз делдал деп жатырмыз. Енді делдалдың төресін осы Мыңбатыр орталығында жасаудамыз. Яғни қолға ештеңе ұстамай, ортасында байланыстыра алу. Бұл нағыз ең керек нәрсе. Қазір электронды заман кіргелі қаншама мүмкіндіктер, Каспийдің мүмкіндігі кіріп жатыр, осы тендер саласы, осындай Госреестр салалары мына жерден көріп, дайын клиент тауып, ортасындағы айырмашылықты өзіңе реттеп жіберу. Осындай салалар енді терең дамып халыққа көрсетілу керек. Өйткені қазір бізде мүмкіндікті көрмей жүрген, көргісі келмей жүрген қаншама адам бар, мына нәрсені неге айғайлап айтпасқа. Осыны жариялау керексіз. Сіз болып, біз болып, осыны жан-жаққа ашып, осындай мүмкіндіктер бар екен. Көрші, досым, кірші, мынандай нәрсемен айналысайықшы деп әркім жариялау керек. Өйткені бізде қазір көтеріліс десе, мародерство десе дайын, осындай мүмкіндіктерді жариялауға көптеген адамдардың білмеймін не екен, ішкі бір ынтасы жетпей жатады. Сол үшін өзімізді көтеретін өзіміз, қаншама қазағым тірлік таба алмайды, движение жасай алмай жүр. Движение деген осы. Енді қаншама миллиард бөлінеді мынаған, шынымен де таможняның өзіне қаншама дүниелер, миллиардтардың дүниелері конфисковать етіледі. Оның барлығы аукцион арқылы сатылуда.
Оны сіз жасамасаңыз біреу жасауда. Кері пікір жазбай, дұрыс пікір жазып, дұрыс жағынан қолдай білейік. Бізде әйтпесе болмайтын жағы, қиыншылық жағы, келмейтін жағы, дұрыс емес жағын жазғысы келеді. Аллаға шүкір жасап жүр, көзіміз көріп жүр, қаншама адам содан тірлік жасап жүр. Тендерді да, маркетті де айтқан кезде болмайтын біреу істей алмаса, барлығы істей алмайды деп ойлайды. Өйткені бірлік күшті екенін біз іспен дәлелдеудеміз. Ондай болса, Дәулет мырза, рахмет саған, өте керемет. Енді Дәулет мырзаның инстаграмы айғайлап тұрып, айтып, көрсетіп жүр. Өздеріңізде қарап, тексеріп, порталдардың сайттары ішіне кіріп, не ойнатылады, қалай көзіміз жетеді, барлығын көрсеңіздер болады. Бұл нәрсені барша қазақпен бөлісу керексіздер. Поделиться кнопкасы тұр, WhatsApp чаттарға жіберіңіз, достарыңызға жіберіңіз, туған туыстарыңызға. Байса қазақ байсын, оны Мың батыр іспен дәлелдеуде. Ондай болса сәттілік, тек қана аманшылықта кездесек, осындай мүмкіндіктер кеңінен жариялана берсін. Өзің үйрету керек болса, үйретуге дайынсың ғой? Дәл солай. Әр уақытта дайынбыз. Бізде бірінші шағым аяқталып жатыр қазір. Курс уже басталып кеткен, бірінші шағым аяқталды. Уже бірінші шағымда оқып кеткен студенттеріміз уже жақсы жетістіктерге жетті. Нәтижелер бар. Нәтижелер бар. Шынымен де. Біріншіден дәмін көруде. Отыздар уже. Енді шынымен де бір машинадан 1-2 миллион таба алса, бұл нағыз мүмкіндік қой. Адамдар миллиондарды жылына таба алмайды. 2 айда бір машина сат, 1 миллион теңге тап, оның өзі үлкен табыс қой. Кей адамдарға қосымша табыс ретінде келеді. Сол үшін стереотипті алып тастаңыз. Бизнесте стереотип деген болмау керек. Бизнесте мүмкіндікті өзіңнің ыңғайыңа қарай ғана келтіру. Ондай болса, аман болыңыздар, сау болыңыздар, барлықтарыңызға сәттілік.